Барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін мен ерте тұрып жүргеніме екінші күн. 2025-нің бітуіне 90 күн қалды. Мен 90 күнде бұйырса осы ерте тұрып, таң намазымды оқып, таңғы жаттығуларымды жасап, өзіме көңіл бөлемін деп шештім. Бүгінгі ютубқа салғым келіп отырған тақырып ол трейдингті үйреніп жатқан кезде болатын жағдайлар туралы бірнеше пункттан тұратын пайдалы ақпарат айтып өтсем. Трейдинг бастаған кезде курс алдыңыз, үйрендіңіз, демошет аштыңыз да, сол демошетпен жақсы табыс тауып плюсқа шықтыңыз, иә? Сол кезде ойлайсыз, мен дайын трейдер екенмін ғой деп, жаңа плюстан кейін сондай өзіңізге көп алып, сразу келесі күн реалға өтіп кетіп, минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін да. Сол үшін бірден реалға өтуге болмайды. Кемінде бір ай тұрақты түрде демошетпен шұғылдану керек, шаттығу керек. Содан кейін немесе реалға өткеннің өзінде жаңағы демошеттағы бір-екі плюстарға, бірнеше плюстарға алаңдамай, оны есептемей, жаңағындай реалды аздау салып, аздау риск жасап, аштықпен солай жаттығу жасасаңыздар болады, практика жасасаңыздар болады. Сосын келесі айтатыным, ол бірнеше рет қатарынан минусқа кетіп қалуларыңыз мүмкін. Басында реалға өткеннен кейін, сондықтан да аз депозит толтырып, басында аз штукты алып, рискті азайту керек. Сол кезде, мысалы, бір-екі минусқа кеттіңіз, реалды салғаннан кейін ойлайсыздар, бұл мүмкін, бұл менікі емес шығар деп, ары қарай үйренуге желание қашып кетуі мүмкін. Немесе сондай бір менікі емес деп ойлап, трейдингті полный тастап кетіп, өзіңіздің жұмысыңызға оралуға, немесе тып-тыныш сол жұмысым жасап жүре берейін деген сияқты трейдингті ары қарай алып кетпеуіңіз мүмкін. Бірақ есте сақтаңыздар, трейдинг ол деген оңай ақшаға апаратын қиын жол екенін есте сақтауларыңыз керек. Жақсылап үйреніп, соңына дейін практика жасап, аз реал аккаунтпен, реал шотпен, аздан солай жасап, тоқтамай, тұрақты түрде практика жасай берсеңіздер, түбінде нәтижесі болады. Сосын келесі пункт бізде кітап, курс, видео бәрін қатар үйреніп аласыздар да, оқып аласыздар. Бірақ бір нақты сауда стилі жоқ, сауда жоспары жоқ болады да. Сосын ананы бір, мынаны бір қарап, мүмкін бұлай шығар деп, уже миларыңызда каша болып жатады да. Сол кезде де адам дұрыстап табыс таба алмайды, дұрысымен плюсқа шыға алмайды. Сондықтан айтатым, бір курсты үйрендіңіз ба, сосын бір акцияны үйренем дедіңіз ба, болды акция. Бір курсты үйренем дедіңіз ба, сол курсты соңына дейін деген сияқты алтынға өтіп, одан криптовалютаға секіріп, олай болмайды. Сосын келесі пункт ол графикке қарап отырып, тым ерте кіріп, немесе тым кеш шығып отыру, тез шығып қалудан. Мысалы, сіз кірдіңіз, ТВХ-ны дұрыс тауып кірдіңіз да, сосын $3, $4 ұстап, өзіңіздің табысыңызды тауып шығып кеттіңіз, бірақ баға әрі қарай сол сіздің ашқан позицияңыз бойынша жүріп тұр. Шортқа ашсаңыз, например, шортқа кетіп бара жатыр. Сіз жауып қойдыңыз уже. Бекер жауаппын ғой деген сияқты ой болмасын да. Сондай эмоциялар келесі күн сізді минусқа жіберіп тастауы мүмкін. Төменге қарай кетіп жатыр ма? Болды, шүкір, альхамдулилля, тапқаныма шүкір деп ше, жаңа $4 қанағат деп, ешқандай ойламай, эмоция шығарып вообще керек емес. Эмоция деген шыдамсыз болу, жаңағы ашулану, тейкті жаңа жауып қойсаңыз, егер ол тағы да сол сіздің позицияңызбен кетіп бара жатса, ашуланып, булығып, или мысалы кішкене минусқа кеткен кезде басында $1,5 нормально, енді бірақ $2 стоп қою керек та обязательно. Сол кезде $1,5 минусқа кетіп бара жатқан кезде қорқып, эмоциямен жаңа $2 стоп қоймасаңыз да, сол $2-дан өзіңіз қолмен жауып қойып, или там бір нәрсе істеп, сондай әрекеттер болады трейдинг жасау барысында, сауда жасау барысында. Сол кезде сондай қорқынышқа, сосын шыдамсыздыққа жол бермеу керек, эмоцияны жақсылап ұстау керек, психологияны өлтіру керек трейдингте. Сонда сізде тұрақты түрде табыс болады. Жаңа қанағат ету керек тапқан табысты. Соңғы пункт бар, ол жалған үміт. Мысалы, сіз
бір стратегияны үйреніп алдыңыз да болды, мен енді осы стратегия арқылы бай болып кетемін деген сияқты сол стратегияға 100% сеніп қалуға болмайды. Ешқандай стратегия сізді 100% бай қылмайды. Тек қана бірінші Аллах тағала, әрине, содан кейін барып сол сіздің көп практика еткеніңіз, шыдамды болып сол үйреніп жүргеніңіз сізді бай қылатын нәрселер. Сол рынокты түсінуіңіз, рынокты жаңағыдай бір таймфреймге қарап отырмай 4 сағатқа өтіп, 1 сағатқа өтіп, бәрін былай шұқылап рынокты түсінген кезде, жаңа свечкалардың жүрісін түсінген кезде сіз бай боласыз. Ал мына стратегия бай қылады екен деген сияқты ондай бір стратегия сеніп қалып қадалудың қажеті жоқ. Ең маңызды нәрсе ол тәжірибемен тәртіп деп айтқым келеді. Дисциплина, яғни дисциплинаны сақтаған кезде нәтиже болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Новичоктар бар болатын болса, тоқтамаңыздар, көп ақша салып жүрмеңіздер. Самый главный, сіз өзіңіздің анализге сенген кезде ғана жақсы депозит салып, оны жақсылап көтерсеңіздер болады. Ал былай примерно бір күн плюсқа шығып, оны көтерем деп реал ақшаны көп салып жіберіп, или жинаған ақшаның бәрін салып жіберіп, депозиттегі ақшаның бәрін салып жіберіп, үйдің ақшасын или машина сатып жіберіп салып жіберуге болмайды. Жақсы, сау болыңыздар.